білем, шашым мына жер біртүрлі болып тұр. Мына әлі жатыр. Мына жер наручник тұр екен. Негізі мына үйді ақтарсаң біраз нәрсе табуға болатын сияқты. Полкалардың ішінде ана жақта негіз деп жатқам. Шошып жібердің ғой мені. Burada сөйтіп сыбырлап жүрсің. Жоқ, андай обзор көрсетіп жатқан ғой, наручник бар деп. Шошып кетті ме? Яра, Гулидің үйінде ұйықтаған қалай екен? Нормально. Жақсыдан ба? Үйде тұрып отырсың ба, бля. Не? Әдемі болып тұрсың ғой, бауырым. Сұлулықтың символы. Ең әдемі досыңды көрсетші десе сені қолына Тамақ заказ берейікші досым. Қарны ашты. Қолына ұстап апаратын едім. Мына досым менің ең әдемі досым деп. Керісінше емес па? Жоқ, дәл өзі досым. Гүл ұйықтатып жатыр мені, Гүлжан. Гүлжан мені ұйықтатып жатыр шешей. Тұрғаннан бері шешей. Ера, 1000 теңге что-то бара бересің ба? Оқы. Отыр, кім алып жатыр? Бір қыз шақырып жатыр. 1000 теңге берсе дейді. Жоқ, серьезно, дос. Оқы кеттік. 1000 теңге. Кім алады 1000 теңге? 1000 теңгені ма? Қылдай бөлек ортасында. Жоқ, мен аламын, бірақ мен сені сатып жатырмын ғой. Сонда мен не пайда маған? Сен де қызға кетіп баратсың. Онда кеттік ол. Доброе утро всем. Бүгін ата үйіне үйінде. Добрый мама. Мама. Сәлем. Бүгін ата үйіне келдім деп жатырмын да. Әже апа. Мында Олжеке бар. Өйстіп отырып ішем. Не получилось у нас сесть в самолет. Шымкентке бару керек едік. В следующий раз нужно планировать все заранее. Ау? Такси 8 мың. Максы, группа поддержкасымен кетті ғой. Ойбай. Мадина, неге қара допқа көтін туса беретін болып қалған бүйтіп? Көрпесін алған кезде тоңып жатып үйреніп қалған ғой соған. Всем привет, как ваши дела? Давно не было говорящей головы. Пропала со сторис. Почему? Потому что у нас сейчас дальняя поездка. Мы поехали на паломничество. У нас сегодня второй день паломничества, или, по-моему, да. Завтра поедем уже в сторону Тараза и потом домой обратно. Вот, қазір біз Арыстанбаптың жанындағы прям гостиницадамыз. Арыстанбап жабылып қалған, кесенесі территориясы жабылады. Оказывается, кешке таңғы 8-де ашылу керек. Сол ашылатын кезде кесенесінің ішіне кіріп, Құран оқытып. Туркестан. Будем здесь недолго. Мавзолейдің ішіне кіреміз де шығамыз. Қожа Ахмет Яссауиге Құран оқып. Қаншама батырлар, хандар жатқан жер. Здесь очень красиво все сделали. Смотрите. Очень все такое прям красивое. Вот. Кстати, ты... Менің нағашы ағам, бірақ мен ата деп айтамын. Бірақ екі звезда бар. Не дейтін? Қалының звезда бар. Сестренка, күйеу бала. Ағам, әуесханның. Өзім жақта зожник. Осындай семейный бізде үйде жиналып. Қалайсыздар, Алматыға келдік. Осыдан 2-3 күннен бері кішкене жылап сөйтіп жүрген, мен де сторисқа да шыға алмай. Потому что ана жақтан қайнатам да ауырып жатыр. Ол кісіге де әлі больницада жату керек. И папамның да жағдайы қиын болып кетті, өте қатты. Жүрегі де толы, папаның уже тряпка болып кеткен дейді. Сонымен деген пересадка сердца дейді. Бұйыртса енді білмеймін, ноябрьдің соңы, декабрьдің басында папаға операция жасайды екен. 12 сағат операция, өте ұзақ. И сонымен деген папамның жағдайын естіп, ауылда да енді сет ұстайтын жерге барып, папаммен сөйлесуге тырысып, тезірек Алматыға келіп, папамды көрсем екен деп жүрдім. Сонымен папа кеше Шымкентке ата әжемнің басына Құран бағыштауға шыққан екен. Соңғы
енді барып қайтайын деп үйдегілерге ше. Сонымен деген кеше көріп жаным жай тауып, енді бәріміз бірге Алматыға келген жайымыз бар. Қазір крылышки. Вообще шикарно. Мен жақсы көретін сушилар, Филадельфия. Еще нам не атын ұмытып қалдым. Вообще обожаю. И одан кейін мынандай пиццалар. Пиццаның 3 түрі бар. Маргарита, пепперони. И еще мен бүгін сестренкаларымды қуантып, осындай Дубай. Рахман-рахим. Машинаға отырған кезде міндетті түрде менің тіліме келетін бірінші сөз ла хаула ва ла қуатта илля билlah. Өйткені Аллах тағала арқылы ғана болмаса, менде де сізде де ешқандай күш те қуат та жоқ. Барлық жамандық атаулыдан, жол апатынан, барлығынан бізді сақтайтын бір Алла ғана. Соны ұмытпаңыздар. Шүкір Аллаға. Машинаға отырған кезде, жалпы үйден шығып бара жатқан кезде бүкіл бүгінгі күніңізді Аллаға тапсырып қоясаңыз, я Аллахым, менде күш те қуат та жоқ. Сенің құдіретіңмен ғана қазір шығып баратқан есігімен мен кешке жақын қайтадан кіремін. Егер сен қаламасаң кірмеймін. Сондықтан да күніңізді бастадыңыз ба, Аллахқа тапсырыңыз да спокойно жүріңіз. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи баракату. Мен де ауылдан шыққан қарапайым ғана отбасының қызымын. Дәл қазіргі таңда өзімнің армандарыма кішкентай болсын күнделікті қадамнан жасап келе жатырмын. Менің арманым өте көп. Мен ол арманға міндетті түрде жетемін. Білесіз бе неге? Өйткені жүрегімде Аллаға деген сенім бар. Өзімнің дұғама деген сенімім бар. Біз ойлаймыз, барлығы бірден болып кете салса, бүгін армандадым, ертең орындала салса дегендей, Аллах сіздің адалдығыңызға, Аллахқа деген сеніміңізге қарайтын. Ұмытпаңыз. Осыдан 2-3 жыл бұрын мен блогерлікті бастадым. Басында мені ешкім таныған жоқ, ешкім мені қабылдаған жоқ. Бірақ Аллахтың қалауымен сабыр қылдым, еңбегімді тоқтатпадым. Қазіргі таңда осы блогер болып, өзімнің парақшамды жүргізіп, адамдарға пайдалы болып, өзімнің де жұмысымды дамытып, күнделікті алға қарай жылжып келе жатырмын. Сіз білесіз бе?